Әл-Фарабиді әлемдегі екінші ұстаз деп атаған біз емес. Біз Әл-Фарабидің бар екенін ұмытып қалғанбыз. Хорезм қирағаннан кейін, Хорезм өркениеті қирағаннан кейін, Моңғол шапқыншылығынан кейін біздің елде, мен біздің ел деген кезде Орта Азияны айтып отырмын, қазақты ғана емес. Әл-Фарабидің аты өшкен. Әл-Фарабидің еңбектерін біз үшін сақтап қалған Европа. Европа ғалымдарына жеткізді сақтап қалып. Сол себепті Европа өркениеті оны Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп атады. Оның бағасын берген европалықтар. Авиценнаны олар бүкіл мынау шипагерліктің атасы, медицинаның атасы деп атады. Оның жаңағы еңбектерін пайдаланып, көшіріп, өзінің атын өшіріп, бұның бәрін біз ойлап таптық, біздің ата-бабамыз ойлап таптық деген жоқ. Мінекей, біздің Европадағы бүкіл медицинаның атасы Орта Азиядан шыққан деп бізге атын қайтарды. Әл-Фарабидің атын қайтарды.